Армысыздар, сіздермен киномен. Бүгін біз көру атты хикаяның алғашқы маусымына шолу жасаймыз. Жалғасы осы видео 3000 лайк жинағанда арнаға шығады. Сондықтан арнаға тіркеліп лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Ал біз бастаймыз. Бірінші бөлім. 21 ғасырдағы індеттен кейін жер шарындағы адамдар саны 2 миллионнан да аз қалды. Бірақ тірі қалған адамдардың барлығы дерлік соқыр болып қалған. Енді ғасырлар өткеннен кейін көру деген ұғым аңызға айналған. Оны еске алудың өзі күпірлік болып саналады. Соқыр адамдар тайпа-тайпаға бөлініп өмір сүруде. Сондай тайпаның біріндегі жауынгер Баба Воздың әйелі толғатуда. Ал Баба Воз бастаған жауынгерлер басқыншыларға қарсы тұруда. Адамдар соқыр болғанымен ерекше қабілеттерге ие болған. Сондықтан Баба Воз шақтастарының көмегімен жауларының саны мен ниеттерін анықтап, өте көп жауларына қарсы тұрмақшы. Оларға келе жатқан топ мыстандар даулаушылар, яғни аңшылар еді. Аңшыларды бұл жерге шақырған сатқын болатын. Баба Воздың толғатып жатқан әйелі аяғы ауыр болып тайпаға қосылған. Бала сүйе алмайтын Баба Воз оны әйелдікке алған. Әйел балалардың әкесінің атын айтпағанымен, сатқын оның мойнындағы алқаны қолына түсірген. Алқада Джерламарел есімі жазылған. Аңшылар Джерламарелді жылдар бойы іздеп келеді. Сатқын аңшыларға тайпа орналасқан ауыл жайлы бар сырды айтып береді. Осы уақытта әйел дүниеге ер баланы алып келеді. Бірақ бұл соңы емес, екінші бала терісінен келіп қалған. Емшіге қатал әрекеттерге баруға тура келуде. Ал Баба Воздың адамдары аңшылармен бетпе-бет келіп, қанды қол айқасқа түсуде. Әрине, соқыраңдап жүріп жауға қарсы тұруда шабуылдау да оңай емес. Бірақ осындай кезеңде нағыз мықтылар анықталады. Аңшылар саны өте көп. Сондықтан Баба Воздың адамдары артқа шегініп қорғаныс тастарын төмен құлатады. Баба Воз осы арада жауларының тек бір бөлігі ғана шабуылға шыққанын түсініп кері шегінеді. Артынша оның әйелі дүниеге егіздің сыңары қыз баланы дүниеге әкеледі. Олардың заңдары бойынша сәби дүниеге келе сала әкелерінің есімдерін естулері керек. Бірақ нағыз әкесінің есімі айтылмаса қайғы келеді. Джерламарел, твой отец, он был чужаком. Ауылға адамдармен қайта оралған Баба Воз жаңбыр жауып тұрған уақытты тиімді пайдалану керектігін айтуда. Артынша сүйіктісі Маграның екі бірдей сәбиді дүниеге әкелгенін біледі. Бірақ осы кезде ауыл адамдары аңшылар бекерге келмейтін алға тартып, әйелді оларға беруді ұсынуда. Бірақ оларға алдымен Баба Воздан өту керек. Осы сәтте Маграны босандырған әйел Джерламарелдің қалдырып кеткен дүниесін беріп, балаларды алыс сапарға дайындау керектігін айтуда. Тығырыққа тірелген алкиндар екіге бөлініп шайқасқалы жатқанда, оларды емші тоқтатып, шегінерге жол жоқ екенін айтып, тауда тағы бір жол барын айтуда. Бірақ та алкиндар жылдар бойы осы жерді мекендеп келеді. Және ешкім шегінуге арналған көпірді білген емес. Кто построил? Не время спрашивать. Даже если моста и нет, то ущелье – милосердная смерть. Ты знаешь дорогу к мосту? Верь мне. Жауын басыла алкиндар жолға шығады. Солай олар емші айтқандай көпірді тауып біртіндеп өте бастайды. Бұл уақытта аңшылар ауылға жеткен болатын. Бірақ бұл жерде ешкім жоқ. Ал көпірден өтіп жатқан зағиптарға оңай болмауда. Олардың барлығы дерлік өтіп қалғанда аңшылар да келіп жетеді. Это мост. На этой горе мы живем давно, моста здесь нет. Ущелье — это смерть. Иди! Көпірге алдымен сатқын шығады. Баба Воз көпірден өте сала, арқанды қиып жатқанда сатқын өзінің қалып кеткенін айтып, ештеңке білмейтін алкиндерге келіп қосылады. Ал Баба Воз көпірді қиратып, аңшылардың жолын тосуда. Аңшы басшысы осы сәтте ханшайымдарына хабар жөнелтеді. Хатшы құс ұзақ ұшып, су бөгетінде орналасқан ғимаратқа келеді. Паян патшалығының ханшайымы Кейна Джерламарелдің тірі, әрі балалары дүниеге келгенін біліп, ақсүйектермен кеңес өткізеді. Оны алаңдататыны, балалары әкелері секілді көру қабілетіне ие бола ала ма? У нас достаточно проблем здесь. Люди твердят, что мы теряем Божью благодать. Джерламарел лишь человек. Быть может, пора вернуть наших воинов домой? Ақырында Кейна аңшыларына Джерламарелді балалармен қоса тауып алып келуді бұйырады.
Осы уақытта Магра халқына Жерламарел мен өткен шақтағы адамдардың көру қабілеттері болғаны жайлы айтып береді. Солай олар тоқтамастан Жерламарелдің орнатқан белгісімен алға жүріп, қауіпсіз жерге жетеді. Жерламарел барлық жағдайды жасап, ойластырып кеткен. Здесь мы построим новый дом. Екінші бөлім. Баба Воз орманда балаларын көтеріп жүріп, аюға тап болады. Ер адам балаларын жыртқыштан құтқару үшін онымен айқасқа түсуде. Айқас кезінде күтпеген көмек келеді. Ол көру қабілеті бар қара нәсілді Жерламарел еді. Жерламарел балалары 12 жасқа толғанда сарқырамадағы сандықты қалдырған заттарын алуын сұрайды. Ол сандықта әлемді өзгертетін білім бар. Ер адам ақыр аяғында балаларына қоятын есімдерді айтып ғайып болады. Баба Воз болған жағдайды Маграға айтып беріп, Жерламарелдің өсиетін орындауға кіріседі. Сатқын Геттер болса тыныш жүре алмай, әпкесімен орманды мекендейтін көлеңке деп аталатын әйел мақұлықтан мыстан деп санайтын Маграны аңдуын сұрайды. Көлеңкені ешкім де сезе алмайды. Олар тек өздері қалағанда ғана жауап береді. Солай Баба Воз бен жақын адамдары Жерламарелдің балаларға қалдырған кітаптарын ақтарып жатқанда, көлеңке оларды тыңдап тұрады. Үшеуі солай балалардың көздері көретінін анықтамайынша кітаптарды көміп тастауға келіседі. Бірақ көлеңке естігендерін сатқын Геттерге айтпаған. Геттер не болса да аңшыларға күнде жолдама жібермекші. Аңшылар болса тоқтаусыз Жерламарел мен балаларын іздеуде. Сол арада Кейна ханшайымның Жерламарелге басы кетіп ғашық болғандықтан іздеп жатқан анықталады. Ол тіптен өзінің қателігін бетіне басқан адамдарды да аямай жазалауда. Арада солай 3 жыл өтеді. Ал кейіндер жаңа мекенге жақсылап орналасқан. Кейіпкерлер болса Ханива мен Кафунның көздері көретінін анық аңғарған. Олар бұны Жерламарел айтқандай 12 жасқа толғанша құпияда ұстамақшы. Солай уақыт өте береді. Аңшылар іздеулерін тоқтатпауда. Балалар 12 жасқа толған уақытта келіп жетеді. Бірақ Магра құпияны ашпай, әрі қарайда осылай тыныш өмір сүргісі келеді. Ол балаларына кішкене күнінен көру қарғыс екенін айтып үйреткен. Сондықтан емші Парис құпия түрде егіздерге нағыз әкелері мен қалдырып кеткен кітаптарын ұстатқан. Жерламарел балаларына кітаппен қоса дайын болғанда баратын жерді белгілеп қойған. Уақыт келгенде олар бірге жаңа әлемді құрмақшы. Арада солай тағы біраз уақыт өтеді. Егіздер есейіп қалған. Ал сатқын Геттердің тоқтаусыз жіберген шөлмектегі хаты ақыры жетер жеріне жетеді. Үшінші бөлім. Аңшылар біраз жыл уақыттан кейін қызмет уақыты аяқталғандықтан корольдікке түксіз оралады. Аңшылар басшысы Тамакти Джун құрғол келгендіктен ханшайымнан кешірім сұрап, өзін өлім жазасына кесуін сұрайды. Бірақ ханшайымға Тамакти Джун секілді сенімді адамдар керек. Ал бас кейіпкерлерге келетін болсақ, бой жетіп қалған Ханива кітаптан білім алып, аңшылыққа қажет садақ жасаған. Қыз қазіргі адамдардың қолдары жете бермейтін аңдар мен құстарды аулай алады. Егіздер білімге құштар, ойлары жүйрік, көздері ашық. Бірақ ауылда жаман жағдай орын алады. Сатқын Геттер мен қарындасының арасында сәби дүниеге келген. Бірақ оны адам деуге келмейді, өйткені екеуі ағайын деді. Сондықтан ауыл адамдары қан тазартып, дені сау ұрпақты дүниеге әкелу үшін тайпалар арасында болатын жәрмеңкеге бармақшы. Бірақ бұл сапар қауіпті болуы мүмкін. Сол арада сатқын Геттердің жылдар бойы жіберген хаты ханшайымның қолына келіп түседі. Ал Алкиндар ер жеткен мен бой жеткен қыз ұлдарын ертіп, жұп іздеуге жәрмеңкеге жол тартады. Ол жаққа құпиясы бар егіздер бармау керек еді. Бірақ басқалардың алдында алапат күшке ие екеуі әке-шешесінің сөзін тыңдамай әлемді көруге шыққан. Ақыры олар жәрмеңкеге де келіп жетеді. Бұл жерде сауда қызуда, ал көріпкелдері болса мыстандарды ұстап өртке қоюда. Кафун мен Ханива мыстан деп өлімге қиылғандардың еш жазықсыз соқырлар екенін аңғарған. Артынша жар таңдау рәсімі де бастау алады. Сол маңда сыртта жүрген Кафунды құл сатушылар ұстап алады. Олардың қолына жалғыз Кафун түспеген. Сондықтан жағдайды түсінген Ханиваға әке-шешесіне ескертуге тура келеді. Уақыт аз болғандықтан жанкешті жауынгер Баба Воз көмек күтпей жақындарымен бірге баласының артынан аттанады. Бұл уақытта құл сатушылар Кафун мен басқаларын сату үшін арнайы жерге алып келген. Көзі көретін Ханива мен бұрын құл сатумен айналысып, қазір өзгерген Баба Воздың арқасында олар дәл базарға келеді.
Жауынгер баба баласын құтқару үшін әрі қарай жалғыз аттанады. Жауынгер баба Воз діттеген жерге келіп, баласына көзін жұмуды бұйырып, қаптаған қарсыластарын шеттерінен жайратып тастайды. Оның бұл қатыгездігіне тұтқындағы ұлы мен сөз тыңдамайтын қызы куә болған. Солай ақырын не болса да барлығы үйлеріне аман оралады. Бірақ мәселе бұнымен бітпеді. Жолдама алған аңшылар сарқырамаға келіп жеткен. 4-ші бөлім. Аңшылар келгендіктен сатқын кеттер мен қарындасы Баба Воздың отбасын ұстап беру керектігін халыққа айтуда. Сондықтан бабаға отбасымен және бірнеше жақтастарымен бас сауғалауға тура келеді. Кеттер әдетінше аңшыларды олардың соңынан апармақшы. Кейіпкерлер болса өзен бойымен дайын тұрған қайықпен қашпақшы. Ал қайықты Баба Воз жасап қойған. Аңшылар олардың арасында ағаш шебері барын естіп, өзен бойына тізіле тұрады. Бұл сақтық ойынында жауынгер баба жауларын біртіндеп өлтірсе, олар жақтан да бірнешеуі мерт болады. Ал Ханива соңғы жебесін сатқынға қадайды. Кеттер соңғы сөзінде төменге түскен қайыққа жету мүмкін еместігін айтуда. Қайық ашық өзенге шыққанда балалар Жирламарелдің соңғы жолдамасын оқиды. Ер адам балаларына баратын жолды меңзеген. Магра әдетінше балаларының ол жерге барғанына қарсы. Бірақ көпшілігі Жирламарелдің ізімен жүру керектігін таңдағандықтан олар сапарларын жалғастырмақшы. Ал Паян патшалығында ханшайымға наразы шенеуліктер оның көзін құртпақшы. Қастандықты алдын ала білген Кейна жауларының көзін бірінші болып құртады. Бұл жағдайдан кейін Паянда бүлік шыға бастайды. Ханшайым қарабасын құтқару үшін жұмыс істеп тұрған су бөгетін тоқтатып, өте қауіпті жағдайды туғызады. Кеш бата қайықтағылар түнді жылы өткізу үшін жағаға тоқтап түнейді. Азанда күтпеген жағдай орын алады. Олардың барлық қару-жарақтары мен Маграның құнды затын ұрлап кеткен. 5-ші бөлім. Паянда ханшайымның әрекетінің кесірінен су бөгеті жарылып, өте мықты өркениет құрдымға кетеді. Ал Кейнаның өзі қашып кеткен. Мына жақта Баба Воз бастаған кейіпкерлер қарусыз, бастарын қауіпке тігіп, ұрының артынан іздеуге шыққан. Ізденіс нәтижесінде олар қоқсық жиналған жерге келеді. Бұл жерді қоқсық жинайтындар мекендейді. Олар күндіз ұйқыға кетіп, түнде заттарды ұрлап жинаумен айналысады. Ханива қауіпке қарамастан анасының бағалы затын қайтармақшы. Жанары өткір қыз қоқсық арасымен құрылған тұзақтарға түспей, керек затын іздеп табады. Бірақ оның осы жерде екенін қоқсық аралаушы біліп тұр. Қыздың айқайын естіген ағасы мен әкесі көмекке асыға келіп, талып жатқан Ханиваны табады. Екеуі солай мықты жауды әреңдеп жеңеді. Баба жігітті өлтіргелі жатқанда Ханива кеудесіндегі белгіні көріп, әкесін тоқтатады. Он видит. Паянды жермен жексен етіп, қызметшісімен қашқан Кейна айдалада қиындыққа тап болады. Оны белгісіз адамдар ұстап алған. Ханива болса Маграның бағалы затын қайтарған. Бірақ оларға жанары көретін Бутс қосылған. Бутста Жирламарелдің баласы көрінеді. Яғни Кафун мен Ханиваның бауыры. Ханива ағасын өздерімен бірге алғысы келеді. Бутста жаңа отбасына қосылу үшін барлығына баруға дайын. Тұтқынға түскен ханшайым болса жібек құрттар қаласы дейтін жерге келіп түскен. Бұл жерді басқаратын шал жібек жіптен киім тігіп саудамен айналысатын көрінеді. Сондықтан құлдыққа түскен өркөкірек ханшайым бұдан былай оған қызмет етеді. Бірақ саудагер шал ақ саусақ құлының ханшайым екенінен бейхабар. Мына жақта кейіпкерлер жағада ұзақ болғандықтан су тартылған. Сондықтан ауыр қайықты суға түсіру үшін таңға дейін күту керек. Осы сәтте аңшылардың да қарасы көрінеді. Кейіпкерлер жан ұшыра қашуда, бірақ қоршауда қалған. Әлсіз әйелдерді жасырған жауынгерлер аңшыларды біртіндеп қыруда. Бірақ тасада отырған Магра жоғалып кеткен. Әйел жақындарынан жасырынып, аңшы Тамакти Джунның алдына келген. Магра аңшыға сақинасының даусын естірткенде ер адам тізе бүгеді. Магра бекер қатын емес, Кейн әулетінен шыққан ханшайым. 6-шы бөлім. Баба отбасымен Маграны орманнан іздеуде. Бірақ Бутс әйелдің жаудың қолынан өлгенін өз көзімен көргенін айтуда. Сол себепті де олар қанша қайғырса да қашуға мәжбүр болады. Бұл уақытта Магра аңшылардың қонағы болуда. Тамакти Джун Магра ханшайымды өлді деп ойлап келген. Магра оған бар шындықты тек отбасы аман келгенде ғана айтып бермекші.
Бутс болса жаңа достарын кезінде өзі ойнап көңіл көтерген үңгірге алып келеді. Бірақ бұл оның құрған тұзағы болатын. Открой двери. Нет, Зачем ты так с нами? вас слишком много, нельзя доверять всем. Прощайте. Стой! Нет. Стой! Бұл жер бұрынғы шахта лифтісі. Олар төменге түсуде. Барған сайын қараңғы болып жатқандықтан оларға жер Ламарелдің жолдамасын жағуға тура келеді. Солай олар от өшкенше шығар жерді таппақшы. Ал жібек шеберханасында қара жұмысқа үйренбеген ханшайым күзетшілерден таяқ жеп өмірлік сабақ алуда. Лашықтағы Магра болса Тамак Тиджунға бар шындықты айтып береді. Олардың әкелері өлер алдында өсиет айтқан. Ол өсиет Кейнаға ұнамаған. Ты будешь править. Скоро. Магра есейгеннен кейін әкесінің өсиетін орындамақ болып, әпкесін тақтан тайдырмақ болған, бірақ күші жетпеді. Сондықтан жер Ламарелмен бірге қашуға мәжбүр болған. Ал үңгірдегі кейіпкерлер жасырын жолмен жүріп, бір адамға тап болып тұтқынға түседі. Бұл жердің шырақ қоңыздарының арқасында жан-жағы көрінуде. Жібек шеберханасында Кейнаның ханшайым екенін анықтаған қожайын Тамак Тиджуннан ақы талап етпекші. Ол үшін ханшайымның денесіне біткен алқаны ойып алады. Ал жер астында тұтқында отырғандарға бір әйел келеді. Ол да бұл жерге тұтқын болып келген. Кейіпкерлердің таңданысына қарай әйел Бутстың анасы және оны осы жерге қамаған баласы болатын. Әйел кейіпкерлерге қашуға көмектеспекші. Бастысы олар баласы Бутсты өлтірсе болды. Кейіпкерлер артынша лифтіге жетеді. Бірақ жоғары көтерілу үшін тетікті біреу ұстап тұру керек. Баба жақындарын сыртқа шығарғаннан кейін өзі жанкеш тайқасуда. Шауларын бір жақты еткен Баба Воз жоғары көтеріліп, әреңдеп сыртқа шығады. Бұл уақытта Бутс аңшылар қолына барып түседі. Жігіт Маграға жақындарын жоғалтып алғанын айтуда. Бутс аңшылардың Маграның алдында тізе бүккенін көріп, құйтырқы жоспар құрған. Осы арада Тамак Тиджунның қолына ханшайымның алқасы келеді. Ұрылар ақы талап етуде. Бұл жолдаманы алып келгендерді тек Бутс көре алады. Скажи, что ты берешь меня к себе своим наперсником. Скажи «да», и я все сделаю. 7-ші бөлім. Жолдаманы алып келген елшілерді ұстап алған аңшылар ханшайымның орналасқан жерін анықтау үшін қинауда. Әрине Тамак Тиджунның қаталдығына елші төтеп бере алмай, барлығын айтып берген. Енді аңшылар ханшайымды құтқаруға шықпақшы. Бірақ Магра отбасын табу үшін осы жерде қалғысы келеді. Ал Тамак Тиджун тақтың мұрагерін қалдыра алмайды. Сондықтан олар іздеуге адамдар қалдырып, ханшайымды құтқаруға аттанады. Ал бұл уақытта Баба Воз бастаған кейіпкерлер жолда келеді. Олар лаванда гүлінің бойымен белгісіздікке жол тартуда. Жолда олардың алдынан адамдар денесінен құрылған ескерту тақтасы шығады. Ескерту тақтасын жер Ламарел жасаған. Не болса да кейіпкерлер сапарларын жалғастырмақшы. Аңшылар болса жібек шеберханасына да келіп жеткен. Көзі ашық Бутс барлауға барып, аңшыларға не көргенін айтып береді. Ханшайымды құтқару үшін Тамак Тиджун өзі жалғыз барып, күзетшілерді біртіндеп өлтіруде. Ақыр аяғы олар соққының астында қалған ханшайымды құтқарып алады. Солай таққа таласып бір адамға ғашық болған әпкелі сіңілі қайта қауышады. Ханшайым болса өз кезегінде Паян патшалығының ендігі жоқ екен жеткізеді. Әрине бұл жаңалық Тамак Тиджунға ауыр тиеді. Ол және адамдары осы уақытқа дейін патшалық үшін қызмет етіп келді. Ал кейіпкерлер болса қауіпті жол тарабына келген. Баба Воз балаларының қауіпсіз жер дегеніне қарамастан қауіпті анық сезуде. Және оның сезгені бекер емес. Укажи их. Кейіпкерлерге күзетшінің садағы керек. Сондықтан оны алуға көйленке қабілеті бар қыз шығады. Көйленкенің сақтығы керемет болғанымен бір жебе жерге түсіп дыбыс шығарады. Осы сәтте көмекке жүгірген Ханиваны Кафун атын атап шақырады. Дети жер Ламарела, за этими деревьями находится мост. Күзетшілер жер Ламарелдің адамдары. Олар кейіпкерлерді алға жібермекші. Бірақ тек Кафун мен Ханива ғана алдыға жүре алады. Балаларын жіберу керектігін түсінген Баба Воз екеуін алға жіберіп, жаралы көйленкені арқалап, кемпірді ертіп кері қайтады. Солай мақсаттарына жетуге аз қалған егіздер алдыға қадам басады.
Бірақ Баба Воз балаларын тастап кетуді ойламайды. Иногда, чтобы защитить своих детей, нужно просто сделать шаг назад. У меня кроме них ничего нет. Мне некуда идти. Мы будем рядом. Мы будем рядом. 8-ші бөлім. Діттеген жерге жеткен егіздер өмірлерінде бірінші мәрте электр жарығын көреді. Оларды әкелері Джерламарел күтіп алады. Оның мекені жақсы сақталған бұрынғы түрме. Онымен қатар Кафун мен Ханиваның көре алатын бауырлары көп болып шығады. Жаңа отбасы танысып тамақтанғаннан кейін орындарына жайғасады. Бұл жерде бұрынғы өркениеттен қалған барлық жайлы дүниелер бар. Бірақ егіздер бөлек бөлмеде ұйықтап үйренбеген. Екеуі өсірген әке шешесін сағынуда. Ал жібек шеберханасындағы кейіпкерлерге келсек, Тамак Тиджун ханшайымды қолдағанына өкіне бастаған. Ер адам әйелдің тақтан бас тартқаны дұрыс деуде. Олай болмаса отбасыларынан айырылған аңшылар кейін ханшайымды түтіп жейтіні анық. Магра оның өмірін құтқару үшін, немесе өз мақсатына жету үшін Кейнаға тақтан бас тарт деп ұсынуда. Бірақ Кейна биліктен оңай кетуді ойламайды. Джерламарел әлемді аралап, көзі көретін ешбір адамды таппаған. Солай ол тұқымын сеуіп, білім ордасын орнатқан. Ол өзі үшін емес, адамзат үшін қызмет етпекші. Әрине Ханива әкесімен қауышқанына қуанышты, бірақ Кафун оған толық сенбейді. Баба Воз болса, ормандағы тайпаға жаралы көйленке қызды қалдырып, Парис екеуі сандалып жүре береді. Түнде Кафун Джерламарелдің қорған болып жүрген сарбаздарымен құпия келісімін естіп қояды. Джерламарел сарбаздарға қызы Ханиваны бермекші. Бірақ жігіт сыңарын құтқарып үлгермейді. Ханива! Баба! Жібек алқабында Тамак Тиджун тақтан бас тартпаған ханшайымды өлтірмекші. Бірақ ханшайымның оң қолы болғысы келген пасық Бутс ер адамды өлтіреді. Благодарю за службу. Что ты наделала? Магра, он покончил с собой. Я сохраню престол, а ты станешь советницей. Ты не бойся. Я рядом с тобой. Грядут большие перемены. Джерламарел болса, баласына кейде құрбандыққа бару керектігін айтуда. Бірақ Кафун бұндай әділетсіздікпен келісе алмайды. Сондықтан Джерламарел оны өлтірмекші. Соңғы сәтте оны жауынгер Баба Воз құтқарып қалады. Енді екеуі Ханиваны құтқармақшы. Күзетшілерді өлтірген екеуі ішке еніп Джерламарелді іздейді. Осы жерде Джерламарел кейіпкерлерге күзетшілердің басшысы Баба Воздың балаларын әдейі өзіне алдыртқанын айтады. Күзетшілердің басшысының есімі Эді Воз. Ол Баба Воздың бауыры. Солай екеуі айқаста Джерламарел тапаншаны қолданады. Осы уақытта Кафун генераторды өшіреді. Солай жарық сөнген. Демек, көру қабілеті бар Джерламарел қорғансыз қалды. Екеуі қолды қол айқасқа түскенде қарулы Баба Воз Джерламарелдің көзін ойып тастайды. Ал жібек алқабында Кейна ханшайым аңшылар алдына шығып, Тамак Тиджун өз-өзіне қол жұмсағанын айтып, енді сарбаздары сіңілісі екеуі басқаратын жеткізуде. Олар жаңа әлемді құрмақшы. Осы сәтті пайдаланған Магра енді мыстандарға аңшылық керек еместігін айтып, отбасына жол тартпақшы. Ал баласын құтқарып шыққан Баба Воз енді қызына көмекке аттанбақшы. Осылай хикаяның бірінші маусымы аяқталады. Жалғасын көргіңіз келсе 3000 лайк жинап, арнаға тіркеліп пікір жазуды ұмытпаңыз. Сіздермен Киномен.